Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Геометрия пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушыларға қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 5 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші тапсырмасы А және Б нүктелері берілген АБ кесіндісін А нүктесінен бастап неке осы қатынаста бөлетін С нүктесінің координаталарын жазыңдар. А және Б нүктелері және қатынастың мәні берілген екен. Бізге табу керек осы А және Б нүктелерінің арасында орналасқан С нүктесінің координатасын. Ол үшін оқушылар мінеке осы екі формуланы қолданамыз. x1, y1, x2, y2. Енді мұндағы формулаға x1-дің орнына x2, y1, y2-ның орнына сан мәндерін қойып есептейміз. Сонда С нүктесінің координатасы тең болады екен 1-де 2-ге. Екінші тапсырмасы А тапсырмасы центрі О нүктесі болатын, ал радиусы 7-ге тең шеңбер теңдеуін жазыңдар. Ал Б тапсырмасы бұл шеңбер мұндағы F нүктесі арқылы өтеме. Шеңбердің теңдеуін жазуымыз керек. Ол үшін негізгі теңдеудің формуласын жазып қояйық. Мұндағы А және Б мінеке центрінің координаталары. X азайтылған 7, Y азайтылған B, мұнда 2 минус плюс B көтетті, Y қосылған 2 болады. Тең 7-ның квадраты, ол бізде 49-ға тең. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша бізге F нүктесі осы шеңбер арқылы өтеме дейді. Шеңбер осы нүктесі арқылы өтеме деп тұр екен. Енді x-ның орнына 0-ді, y-ның орнына минус 2-ні қоямыз. Мұнда минус 7-ның квадраты 49 болады. Мұнда 0 кетеді. Сонда тең болады екен 49-ға. Мінеке екеуі тең болды. Демек жауабы өтеді екен. Үшінші тапсырмасы мұндағы теңдеумен берілген шеңбердің центрі мен радиусын анықтаңыз. Осы шеңберді салыңдар. Шеңбердің центрі мен радиусын анықтау үшін мына берілген теңдеуді мына түрге келтіреміз. Мінеке оқушылармен қалай келтіргенін толық ашып жазып қойдым. Сонда бізде центрі минус 3-те 4 болды, ал радиусы 8-ге тең болды. Мінеке осылай координаталық жазықтыққа шеңберді саламыз. Төртінші есеп. Суретте ОАБ үшбұрыштың төбелері берілген. А тапсырмасы АБ түзуінің теңдеуін жазыңыз дейді. Б тапсырмасында С нүктесі АБ қабырғасының ортасы, С нүктесінің координаталарын табыңдар. Ал С тапсырмасы Д нүктесі ОБ қабырғасының ортасы болса, мұндағы берілген С-ді ұзындығын табыңдар. АБ түзуінің теңдеуін жазамыз. Ол үшін түзудің теңдеуінің формуласын қолданамыз. x1, y1, x2, y2. Сонда орнына қойып есептеңізде мінеке мына өрнекке тең болады. Енді С нүктесі бізде АБ қабырғасының ортасы екен. Осы С нүктесінің координаталарын табу керек. Ол үшін екі нүктенің ортасын табу формуласын қолданамыз. Сонда ол тең болады екен минус 2-де минус 3-ге. С-ның ұзындығын табуымыз қажет. Ең алдымен Д нүктесінің координатасын табамыз. Ал Д нүктесі бізде ОБ қабырғасының ортасында орналасқан. Кесіндінің ортасын табу формуласын пайдаланып, Д нүктесінің координатасын тапқан кезде минус 1,5 және минус 5 болады. Енді С-ның ұзындығын табу үшін екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда С-ның ұзындығы жоқ шамамен 2,6 болады. Келесі соңғы тапсырмасы АБ-С нүктелерінің координаталары және АБ түзуінің теңдеуі берілген. Оқушылар осы мәліметтерді пайдаланып, мұндағы 4 тапсырманы орындаймыз. А тапсырмасы бойынша мұндағы n-ді табамыз. Ол үшін x-ның орнына минус 1-ді, y-ның орнына n-ді қоямыз. Сонда бізде n тең болады екен минус 8-ге. Енді келесі Б тапсырмасы бойынша бұл нүктелердің қайсысы қалған екі нүктенің арасында орналасқандығын анықтаңыз деген екен. Ол үшін мұндағы АБ, ВС және АС-ның ұзындығын есептейміз. Сонда бізде мінеки АБ-ның ұзындығы 6,3, БС 9,5, ал АС
3,2. Мінекей оқушылар өздерін көріп тұрғандай, BC бізде AB мен AC-ның қосындысына тең. Демек, ортасында орналасқан нүкте бізде А нүктесі болады. С тапсырмасында қатынасты табамыз. Ол үшін бірінші есептегі формуланы қолданамыз. Мұнда бізде екі нүктенің арасында орналасқан А нүктесі еді. Сол үшін А нүктенің координаталарын алсақ болады. Мінекей y-дің орнына -5-ті қоямыз. Мына 1 және -8 дегеніміз ол бізде Б және С нүктелерінің координаталары. Сонда бізде орнына қойып есептеген кезде қатынас тең болады екен 2-ге. Сонда AB-ның AC-ға қатынасы 2-ның 1-ге қатынасындай. Д тапсырмасында радиус бізде 4-тен 5-ге тең. OX осіне тиісті нүктелердің координаталары анықталды деп тұр. Ол үшін шеңбердің теңдеуін қолданамыз. Енді мұнда x0, y0 деген жерге біз А нүктесінің координатасын аламыз. Сонда орнына қойып есептеген кезде x квадрат тең болады екен -23,16-7-ге. Оқушылар мұндағы бізде x квадрат дегеніміз теріс болмауы керек. Енді мұндай нүктелер жоқ деп аламыз. Түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.